сабақтарыңызға жаңа мағлұматтар алуға, жаңа білімдер алуға көмектесін. Бір-бірлеріңізге жылы лебіздеріңізді тілесеңіздер болады. Бүгінгі сабақта 4 сурет, 1 сөз әдісі бойынша бүгінгі сабақта атқаратын міндеттеріміз осы суреттің ішінде жасырынып тұр. Қалай ойлайсыздар, бүгінгі сабақта біз қандай қызмет атқарамыз? Өз ойларыңызды айтсаңыздар, қол көтеріңіз. Есептер шығарамыз. Жәнбек? Есептер шығарамыз, жақсы. Бал жинаймыз. Бал жинайсыздар, жақсы. Кулон формуласы арқылы есептер шығарамыз. Дұрыс, кулон заңының формасына есептер шығарасыздар. Терминдер қайтеттерді. Яғни бүгінгі сабақ бойынша балалар, кулон заңының формуласына зарядталған денелер бойынша есептер шығарып бал жинайды екенбіз. Сабағымыздың мақсаты кулон заңының формуласына деңгейлі есептер шығару. Яғни деңгейлі есептер шығару үшін біз ең бірінші кулон заңының анықтамасын білуіміз керек, балалар. Кулон заңының анықтамасын және кулон заңының формуласын. Бірінші, осы тақырып бойынша сәйкестендіру тестін орындайық. Үш тілдегі терминдер, бағалау критерийі үш тілдегі терминдер, дескриптор үш тілдегі терминдерді өзара дұрыс сәйкестендіреді. Дұрыс сәйкестендірген жағдайда 1 балл аласыздар, және де алдыларыңызда тұрған 1 балдық кубикті қастарыңызға қойып жинайсыздар. Ең соңында сіздерде пирамида шығу керек. Яғни 10 балл, бүгінгі сабақтың максимал баллы, баллар 10 балл болып табылады. Кулон заңы, закон кулона, закон плау. Сөйлеп отырып, айтып нетеміз, ауыз. Автозарядтар одноименные заряды similar charges. Тамаша. Келесі тапсырма балалар, алдыларыңызда тұрған тестті орындаймыз. Үй жұмысын тексеру мақсатында бір-бірімізге қарамаймыз. Бір-бірімізге қатысты 30 градусқа бұрыламыз балалар. Бірінші вариант, бірінші нұсқаның оқушылар жаңағы оңға қарай, екінші нұсқада болады, солға қарай кішкене бұрыламыз, бір-бірімізге қатысты қарамаймыз. Елімізбен алмасамыз, бір-біріміздің жұмысымыз тексереміз. Тексерген кезде балалар тақтаға қарай, 1-2 сұраққа дұрыс жауап берсе 1 балл, 3-4 сұраққа жауап берсе оған да 1 балл, 5-6 сұраққа 1 балл, барлығы 3 балл болады. Ол үшін бірінші қарастырайық, тексеру үшін. Бер қараймыз. Суреттегі шариктердің қайсылары әрәттас зарядталған? Қолымыз көтеріп жауап береміз. Жәнбек, неге олай ойлайсың? Апай. Неге бұл жауабы деп ойлайсың? Жәнбек, өз ойын қайта ғой. Апай. Алғыс көмектесші. Ана, екеуі электр табыс күш арқылы тартылады. Екеуі тосын. Зарядтар қандай бұлардың? Әрбір дұрыс айтасыңдар. Оң және теріс. Сол себепті олар бір-біріне тартылады. Жақсы. Келесі екінші сұрақ. Зарядтың шамасын өлшейтін құрал. Дұрыс, электроскоп. Бұнда бұл жауап болады, заттардың қайсылар өткізгішке жатады? Металл, дұрыс. Заттардың қайсысы диэлектрикке жатады? Каучук, дұрыс. Суреттегі шариктердің қайсылары аттас зарядталған? Дұрыс айтасыңдар. Өйткені? Олар өзара тебіліп тұр. Зарядтар бір дейді, Соңғы сұрақ. Электр зарядының өлшем бірлігінен не алынады? Бір кулон алынады. Жақсы. Енді тексеруге ұқсат.
сұрағы дұрыс. Қанша сұраққа жауап берді? 3 сұрағы дұрыс. 3 сұрақ дұрыс болса, онда Ой, 3 сұрақ. 2 балл алады, иә? Менде барлығы дұрыс. 3 балл аласың. 1-2 сұраққа дұрыс жауап берсе, балалар қанша балл алады? 1 балл. 1 балл. 3-4 сұраққа жауап берсе, 2 балл. 5-6 сұраққа дұрыс жауап берсе, 3 балл. 3 балл алады. Ал бір жақ шетке қойып қойыңыздар. Қанат, Бақнұр, жеке-жеке жинаймыз, бірге емес. Әркім өзі жүреді. Ал 5-6 балл алған балалар қолдарыңыз көтеріңіздерші. Тамаша. Яғни үйден дайындалып келдіңіздер. 3-4 балл алғандар. 3-4 сұраққа дұрыс жауап берген балалар. Жақсы. 1-2 сұраққа жауап берген оқушылар. Сендерге дайындық керек екен, иә? Үйде тағы да осы сұрақ төңірегінде қайталау керексіздер. Келесі тапсырма балалар. Кім жылдам әдісі деп аталады. Алдыларыңызда жеңіл есептер берілген. Сол есептерді орындаңыздар. Дескриптор формуласын жазасыздар, оған 1 балл беріледі. Шешімін табу керексіздер, оған 1 балл беріледі. Барлығы 2 балл. Сіздерде 3 есеп берілген, жеңіл есеп бойынша ішінен біреуін таңдап шығарсаңыздар болады. Немесе бірнешеуін шығарсаңыздар да болады. Үш есепті кез келген біреуін таңдап шығарасыз. Алдыларыңызда да бар. Егер зарядталған шамдардың әрқайсысының зарядын 2 есе арттырса, онда олардың арасындағы күш қанша есе өзгеретінін табыңыздар. Қайсысын таңдап? Олардың арасындағы Күш қанша емес. күш қанша есе өзгеретінін табу керек, иә? Яғни зарядтардың көбейтіндісі күшке тәуелді екен. Егер зарядтардың әрқайсысы 4 есе артады, дұрыс айтасыңдар. Дәптеріңізге қарап, тексеріңіздер жұмыс есептеріңізді. Кімде осылай шықты? Қолымыз көтереміз. Яғни қол көтерген оқушы көтеріңізші, қанша бала осылай 4 есе артты сіздер? Формуласын ғана жазған оқушылар 1 балл, толық жазғандар 2 балл аласыздар. Отыра ғой, 2 балл қойып. Бері қарап тыңдаймыз балалар. Әр заряд 2 есе артса, бірінші заряд 2 есе артса, екінші денен заряды 2 есе артса, олардың арасында күшті табу үшін күш зарядтардың көбейтіндісіне тура пропорционал. Тура пропорционал деген сөз, зарядтар артса, күш те артады деген сөз. Сонда әр заряд 2 есе артса, екі жерде 2, 4, демек күш, зарядталған денелердің арасында күш қанша есе артады екен? 4 есе артады екен. Түсінік ме? Егер әрқайсысы 2 есе кемсе, онда күш қанша есе кемейді? 4 есе кемейді. Әрқайсысы 3 есе артса, күш 9 есе артады. Әрқайсысы 4 есе артса, күш 16 есе артады. 16 есе артады. Әрқайсысы 5 есе кемсе, 25 есе кемейді. 25 есе кемейді. Яғни зарядтар қалай өзгерсе, күш те солай өзгереді екен. Түсінікті ме? Енді екінші есеп шығарып көріңіздер. Дұрыс, арағашты 2 есе артса деген шартты түрде осылай жазамыз. Тең 2 есе артса.
Яғни арақашықтықтың квадраты мында күш. Арақашықтық 2 есе артса, 2-нің квадраты 4, яғни күш 4 есе кемейді. Арақашықтық 3 есе кемісе, күш қалай өзгереді? 9 есе артады. Арақашықтық 5 есе артса, 25 есе кемейді. Арақашықтық 4 есе артса, 16 есе кемейді. 16 есе түсіндірмейді. Яғни арақашықтық күшке кері әсер етеді, балалар. Олай болсақ, енді күрделі есепке көшеміз. Есепте берілгенін жазсаңыздар шартты түрде 1 балл беріледі. Формуласын жазсаңыздар тағы 1 балл. Шешімін есептесеңіздер 1 балл. Барлығы 3 балл. Берілген 3 есептің біреуін таңдап шығарыңыздар. 100 метр. Ньютон көтерейікші. Есептің берілгенін ғана жазып берген. Құр берілгенін ғана жазып берген бала. Қол көтереміз. Берілгенмен формуласын жазғандар. 2 балл аласыздар. Бәрінігін толық шығарған балалар. 3 балл. Жақсы. Кубиктарымызды бір шетке қойыңыздар. Енді қосымша сұрақтар балалар. Тақтаға қараймыз. Ауызша жауап береміз. Электроскопты қалай зарядтауға болады? Жақсы, шашты 2 атау. Зарядты қалай бөлуге болады? Айдос? Қалай ойыңды айта қой? Өткізгіш арқылы, дұрыс айтасыңдар. Bir электроскопты зарядтап, екіншісіне өткізгіш арқылы өткізуге болады екен. Үшінші сұрақ. Зарядталған шаш неге тараққа тартылады? Себебі тарақпен қолымыз көтереміз. Тарақпен шаштың арасында теріс және оң зарядтар болғандықтан бірін-біріне тартылады. Яғни бір шашымыз тарағанда екеу процесс жүрген, иә? Содан сұраққа жауап берген оқушылар бір-бір балдарыңызды алыңыздар. 2 сұраққа жауап берген оқушы 2 балл. Яғни бір электроскопты зарядтап, екінші электроскопқа бөліп беруге болады. Қандай тоқты өткізетін денелер білесіңдер? Адам, жер, топырақ, металл. Жақсы. Олай болса, үйге тапсырма, үй жұмысы, еркін тақырып әдісі, араларында суретшілер болса, осы электр зарядына қатысты бір сурет салып келіңіздер. Ақындар болса, зарядқа байланысты өлең шығарып келсеңіздер. Келесі, балдарыңызды қосыңыздар бір-біріне, кімде қанша балл болды? 13. Алғыс. Бақжан. Бақжол. Ерасыл. Енді 10 балдан жоғары балл жинаған оқушылар. Қолдарыңыз көтерейік. Тамаша, бүгінгі сабақта сендер белсенді қатыстыңдар. Өз ойларыңды жақсы жеткізе білдіңдер. Есепті жақсы шығардыңыздар. Енді 7-8-9-10 балл жинаған оқушылар. Тамаша, жарайсыздар, сіздер 5 деген баған алдыңыздар. Сабақта тағы да формулаға күрделірек есептер тағы да шығарып үйрене беріңіздер. 6-7 балл алған оқушылар. Жақсы, бүгін 4 деген бағаға ие болдыңыздар. Әлі де сіздерге жеңіл есептерден басқа күрделі есептер шығарып үйрену керек. Сонымен қатар тақырыпты тағы да бір оқып шығыңыздар. 4-5 балл алған оқушылар. Яғни талпыныңыздар, иә, тағы да оқуларыңыз керек. Енді алдыларыңызда сэндвич жаңағы стикерларыңызды қиын, қызық, құнды деген үш сұраққа өз ойларыңызды жазсаңыздар. Бүгінгі сабақта сіз үшін не қиын болды, не қызық болды, не құнды болды? Жеңіл есеп. Мен физика пән мұғалімі Мұңалбаева Жазира Рымқабыловна. 8-ші сыныпта кулон заңы тақырыбына ашық сабақ зерттеу бойынша өткіздім. Пирамида әдісін зерттеу арқылы оқушылардың айтылым дағдысын дамыту болатын.
Пирамида әдісі арқылы оқушылар балдарды жинау арқылы бүгінгі сабақтағы өздерінің бағалаған нәтижелеріне жетіп отырды. Пирамида әдісін түрлендіру арқылы барлық сабақтарда қолдануға болатындығы анықталды және дәлелденді.